ұзақ, жабайы, әрі тез шаршататын жолмен бір адам мен оның иті келе жатты. Ол екеуі қатты шаршаған еді. Кенет алдарынан үлкен және әдемі қақпа кездеседі. Қақпаның арғы жағында ғажайып әрі құлаққа жағымды өлең естіліп тұр. «Бұл не?» деп адам қақпашыдан сұрайды. «Бұл жұмақ. Сен өмірден кеттің. Енді осы жерге кіріп демалып алуыңа болады. Ал ол жерде су бар ма?» «Мұнда су қалағаныңша бар. Таза су бұрқақтар, үлкен бассейндер. Ал тағамнан дәм татуға болады ма? Жұмақта сен қалаған заттың барлығы бар. Бірақ менімен бірге итім бар ғой. Кешіріңіз, мырза. Бірақ бұл жерге иттермен бірге кіруге болмайды. Оны осында қалдырып кетуге тура келеді». Сол кезде саяхатшы көп ойланбастан әрі қарай жүре берді. Біраз уақыттан соң жол оны фермаға келіп соқты. Оның қақпасының алдында да қақпашы отырды. «Мен су ішкім келеді», деп саяхатшы үн қатты. «Кіре бер, аулада құдық бар. Ал менің итім ше? Құдықтың қасындағы тостағанды пайдалан. Ал ас ше? Сенімен кешкі асыммен бөлісе аламын». «Кешіріңіз, ал сіз итіме бірдеңе бере аласыз ба?» «Әрине, оған сүйек табылып қалар». «Ал бұл қандай жер?» «Бұл жұмақ». «Қалайша?» «Сарайдың алдындағы қақпашы маған жұмақ сол жерде деп айтты ғой». «Ол сені алдады. Ол жер тозақ». «Сіздер олардың мұндай қылығын қалай шыдай аласыздар?» «Керісінше, олардың бұл ісі бізге үлкен пайда алып келеді. Себебі жұмаққа тек өз достарына адал жандар ғана кіруі тиіс».